Ал құрметті оқушылар, бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз шілікті және бес шатыр патша қорғандары тақырыбын өтеді екенбіз. Ал бұл тақырыбымыздың зерттеу сұрағына тоқталатын болсақ, зерттеу сұрағы неліктен шілікті мен бес шатыр патша қорғандары деп аталды. Ал бұл сабағымыздың оқу мақсатына тоқталатын болсақ, оқу мақсаттары археологиялық ескерткіштерді сипаттау, әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсіндіру, ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттау. Бұл оқу мақсаттары. Ал енді алдыларыңызға берілген суретке назар аударатын болсаңыздар, алдыларыңызда берілген суретте сонау ежелгі сақ дәуірінен сақталып келе жатқан үйінділер көруге болады. Бұл үйінділер қорғандар, сақ дәуірінен сақталып келе жатқан қорғандар екен. Демек, мына үйінділеріміз не екен? Қорғандар екен. Ал төмен қарай түсетін болсақ, төменде міне осы сызбадан сіздер осы сақ дәуіріндегі қорғандардың жәнінен көрсетілген суретінің куә боласыздар. Ал енді біз қазір қорғандар деп жатырмыз, араларымызда қорғандар деген сөздің не екендігін білмейтін оқушыларымыз болса, қорғандар дегеніміз ежелгі қабірлердің үстіне тас немесе топырақ үйінділерін айтамыз екен. Демек, ежелгі қабірлердің үстіндегі тас немесе топырақ үйінділерін не деп атаймыз екен? Қорғандар деп атаймыз екен. Жарайсыңдар. Енді осы қорғандарға тоқталатын болсақ, қорғандарды үш түрге бөлеміз екен. Яғни сақ дәуірінен қорғандардың үйінділері неше түрге бөлінеді екен? Үш түрге. Жарайсыңдар. Ал енді осы қорғандардың құрылысына тоқталып кетсек, енді қарап отырсаңдар, қорғандардың құрылысы екі түрлі болады екен. Үлкен және орташа қорғандардың жерлеу орындары бөренелерден тұрғызылады екен. Көрдіңіздер ме? Ал енді екіншісі, кіші обалардың мәйіттері жерден қазылған шұңқыр мен тастарда жерленеді екен. Ал демек, сонымен жерлеу қорғандары неше түрге бөлінеді екен? Екіге. Құрылысы екі түрге бөлінеді екен. Жарайсыңдар. Сақтардың жаңағы қорғандарын зерттеу барысында олардың қорғандары үлкен, орташа, кіші болып бөлінуі археологиялық қазба жұмыстары кезінде әлеуметтік теңсіздік болғандығын дәлелдей түседі екен. Яғни қоғамда байлар, билер, билеушілер, ақсүйектер өмір сүргенде, ал олардың негізгі құрамы үш бөліктен тұрады. Демек, сақ қоғамы нешеге бөлінеді екен? Үшке. Жарайсыңдар. Олар жауынгерлер, абыздар, малшылар мен егіншілер болып үшке бөлінеді екен. Археологиялық қазба жұмыстар кезінде сақ дәуірінен біздің кез келген сақталып келе жатқан қорғандарды зерттеу барысында осы сақтардың өмір салтын танысқан болатын едік. Ал солардың бірі шілікті патша қорғандары. Міне осы шілікті патша қорғандарына тоқталатын болсақ, шілікті патша қорғандары қайда орналасқан? Шілікті патша қорғандары Шығыс Қазақстанның далалық аймақтарында, әсіресе Тарбағатай мен Маңырақ тауларының арасында, Зайсан ауданының жерінде алып патша қорғандары орналасқан екен. Оның ең көп шоғырланған жері шілікті ескерткіштері деп аталады. Жарайсыңдар. Енді сіздердің алдыларыңызда қазір Қазақстанның картасы берілген, тайпалық одақтар мекендеген жерлер берілген, ал оның астында қарап отырсаңдар реттік нөмірімен осы сақ дәуірінен сақталып келе жатқан қорғандардың атаулары берілген екен. Біздің тақырыбымыздағы шіліктен өтіп жатырмыз, Шілікті 4-ші реттік нөмірімен берілгенде қарасаңыздар, шілікті патша қорғандары қай жерде орналасқан дедік? Шығыс Қазақстанда. Яғни Шығыс Қазақстанда 4 деген сан мына жерде көрдіңдер ме? Яғни бұл жерде қандай қорған орналасқан екен? Шілікті патша қорғаны осы Шығыс Қазақстан аумағында орналасқандығын көре аламыз екен. Жарайсыңдар. Шілікті патша қорғандары барлығы 51 обадан тұрады екен. Демек, жалпы барлығы неше обадан тұрады екен? 51. Жарайсыңдар. Демек, 51 обадан тұрады екен де, бұл қорғандар алып және орташа қорғандар болып бөлінеді екен. Бұл жерде табылған жәдігерлерге тоқталатын болсақ, 13 қола жебе оны салатын қорамсақ жұрнақтары табылған. Бұл
шілікті патша қорғандарынан табылған заттар. Ал сол шілікті патша қорғандарынан табылған заттарды зерттей келе, бұл жерден табылған заттар біздің заманымыздан бұрынғы 7-6 ғасырларға тән екендігі дәлелденіп отыр. Ал енді оның жаңағы қазір біздің Қазақстан, Шығыс Қазақстан аумағын Зайсан ауданы зерттеу барысында сақ дәуірінен 200-ден астам обалар табылғанда, олардың ішіндегі 50-ден астамы патша немесе ақсүйектің қорғандары деп есептеледі. Себебі олар алып қорғандар болған екен. Ал енді осы жердегі жаңағы шілікті патша қорғандарын зерттеу барысында киімнің алтын қаптырма түйшіктерінің барлық саны 4325 данасы табылған екен. Ал шілікті нөмір 5 обасынан 500-ден астам алтын қаптырмалар табылған. Енді археолог ғалымдардың зерттеуі бойынша сонау сақ дәуірінен сақталып келе жатқан бізге жеткен қорғандардың ішіндегі патша қорғандар деп атайтыны Бесшатыр, Есік, Шілікті, Берел, Боралдай қорымдары сонау жаңағы алтын қорғандары, патша қорғандары деп есептей алады екенбіз. Жақсы. Мына жерде қарап отырсаңыздар сурет берілген. Бұл суретте сіздер осы қазіргі уақыттағы шілікті патша қорғанын зерттеу нәтижесіндегі суретке алынған суреттің көрінісі. Сіздер осы суреттен көріп отырсаңыздар, бұл осы шілікті патша қорғанынан табылған алтын адамның бейнесі. Бүгінгі сабағымызда сол Бесшатыр қорымына тоқталып кетеміз екен. Бесшатыр қорымына тоқталатын болсақ, Бесшатыр қорымы біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырларға жатады екен. Демек, Бесшатыр қорымы қай уақытқа жатады екен? Біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырға. Жарайсыңдар. Демек, Бесшатыр қорымының орналасқан жеріне тоқталып кететін болсақ, Бесшатыр қорымы Іле өзенінің оң жағалауындағы Жел-Шалғар тауының етегінде орналасқан екен. Ал қорым үлкен, орта және шағын 31 обадан тұрады екен. Үлкен Бесшатыр обасын ғалымдар патша қорғандары деп атайды. Бесшатырда 3 үлкен оба бар. Олар 1-ші, 3-ші және 6-шы Бесшатыр обалары. Демек, неше алып оба бар екен? 3 алып оба бар екен. Үлкен. Міне осы Бесшатыр сағанасы бірнеше бөліктен тұрады екен. Біріншісі дәліз, яғни дромыз, екіншісі қабір алдында кірер ауыз, үшінші жерлеу бөлмесі. Ал сол зерттеу нәтижесінде сол жерден табылған заттар семсет, ақинақтар, қолауышты жебелер, одан кейін ақ моншақтар осы Бесшатыр қорымынан табылған. Ал енді Бесшатыр қорымының орналасқан жерін көретін болсақ, Бесшатыр қорымы бағанағы карта, міне оның астында реттік нөмірге берген қорымдардың атаулары, демек Бесшатыр 2-ші нөмірде берген екен. Ал 2-ші нөміріміз біздің мына жерде орналасқан екен. Көрдіңіздер ме? Демек, Қазақстанның оңтүстік шығысында Жетісу аймағында Бесшатыр қорымы орналасқан екен. Жарайсыздар. Біз осы сабағымызды пысықтау үшін сіздерге тапсырмалар дайындадық. Тапсырмамыз ақиқат және жалған әдісі деген. Яғни сіздерге алдыларыңызға сұрақтар беріледі. Берілген сұрақтарда сіздер соңында ақиқат немесе жалған деп жауап берулеріңіз керек. Сіздердің алдыларыңызға 8 сұрақ берілген. Қазір сіздерге орындауға 5 минут уақыт беремін. Осы 5 минуттың ішінде сіздер мысалға бірінші сұрақты оқысыздар, ол ақиқат не жалған екенін жазуларыңыз керек дәптерде орындау барысында. Екінші тапсырмада сол 8-ші тапсырмаға дейін артына ақиқат не жалған екенін жазуыңыз керек. Жарайсыңдар. Құрметті оқушылар, сіздер жаңағы берілген тапсырманы орындаған болсаңыздар, мына жерде дұрыс жауабы тақтаға шығып тұр. Кімнің қаншалықты дұрыс жауап бергендігін өздеріңіз тексерсеңіздер болады. Демек, қорған ол бекініс дейді. Ол бекініс па? Жоқ, не екен? Жалған екен. Қорғандар үлкен, орташа, кіші болып бөлінеді. Ол ақиқат, жалған. Жарайсыңдар. Міне осылай орындаған болсаңыздар, кімнің қаншалықты ұпай жинағандарын өздеріңіз тексеруге болады екен. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.